Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін сіздермен 16 сабақ. Сабағымыздың тақырыбы өткенді қорытындылау. Балалар, әуелі 3-ші тапсырмаға қараймыз. Амалдарды орындаймыз. Біріншісіне қараңыздар. 9 тәулік 2 сағат, азайтылған 6 тәулік 9 сағат. Ол үшін балалар әуелі тәулікті сағатқа айналдырып аламыз. Мысалы, 1 тәулікте 24 сағат болса, 9 тәулікте 216 сағат бар. 216 сағатқа 2 сағатты қосамыз, 218 сағат. Енді дәл солай келесісін орындаймыз. Мысалы, 6 тәулікте отырғанымыз 144 сағат, соған 9 сағат қосамыз. Міне солай айырамыз балалар. Келесі 13 жыл 8 айға 5 айды қосамыз. Балалар, 1 жылда 12 ай бар екен білесіз, я? 8 айға сол үшін біз 4 айды қосамыз. Яғни 13 жылға 1 жыл қоссақ 14 жыл болады, және ар жағында 1 ай қалады. Келесі 9 сағат 20 минут. 9 сағат деп отырғанымыз 1 сағатта 60 минут болса, 9 сағатта 540 минут бар. Оған 20 минут қосамыз. Кейін айырамыз. Сонда балалар қалады 2 сағат 40 минут. Есептерді дәл осылай балалар орындаймыз. Яғни айналдырамыз. Мысалы, тәулік болса сағатқа айналдырамыз, апта болса күнге айналдырамыз деген сияқты. Келесі 6-шы есепке қарайық балалар. Тапсырмада былай дейді: Ерлан Нұрсұлтан қаласында тұрады. Ол Мәскеу университетінің студенті. Ерлан оқуға кетуіне дайындалып жатыр. Оның Мәскеуге немен баратынын таңдауға көмектес. Кассада қайтарып беретін ақшасын есепте. Ерланның қолына қараймыз. Ерланның қолында 20 мыңдықтардың 5-еуі бар. Яғни оның қолында 100 мың теңге бар. Ол билет құны 84.620 теңге тұратын билетті алды. Сонда ода қанша теңге қалды? Ол үшін азайтамыз балалар. Ерланда 15.380 теңге қалды. Келесі 7-ші тапсырмаға қарайық. Сен зерттеушісің. Ойланып жауап бер. Марат ағай Әлиядан 15 жас үлкен, ал өзінің әпкесінен 5 жас кіші. Үшеуінің жасын қосқанда 65 жас болады. Марат ағайдың жасы нешеде? Сонда қараңыз балалар, бізге барлығы белгілі, де? Үшеуінің жасын қосқанда 65 жас. Марат ағай 25-те болып шықты сонда. Неге? Өйткені ол Әлиядан 15 жас үлкен. Демек, Әлия 10 жаста. Ал әпкесінен 5 жас кіші. 25-ке 5-ті қоссақ, демек, әпкесінің жасы 30-да. Енді барлығын қосайық балалар. Мысалы, 25 жаста деп алдық Марат ағайды. Оған Әлияның жасын қосамыз. Әлия 10 жаста. Қоссақ 35 болады. 35-ке оның әпкесінің жасын қоссақ, барлығы 65 жас болады. Ең соңғы тапсырма балалар, үй тапсырмасы 8-ге қарайық. Дымбілмес өзінің достары туралы өлең жазуға 5 минут және 17 секунд уақыт жұмсады. Барлығы қанша уақыт жұмсады? Ол 317 секунд уақыт жұмсады. Балалар, осымен біздің сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.